Қайырлы күн, достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға осындай сосиска в тесте жасаудың жолын көрсетемін. Алайда көбіміздің үйімізде сосиска болмай қалған кезде дәл осындай мен құсап шұжықпен жасауды да үйреніп алыңыздар. Сол себепті видеоны менімен бірге соңына дейін қарап, сіздер де жасап алыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Оның үстіне тұз бен шекерімізді саламыз. Бір жұмыртқаның ақуызын қосамыз. Сарыуызын біз бетіне жаққанға алып қаламыз. Және сұйық майымызды қосамыз. Енді бір шай қасық ашытқымызды қосып, осы массамызды жақсылап араластырып аламыз. Дайындап қойған ұнымызды қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Соңында бізде осындай жұмсақ, иілгіш қамыр шығу керек. Достар, каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Енді қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше шамамен 1 сағатқа қойып қоямыз. Міне, біздің қамырымыз 2 есе көтерілді. Енді осы қамырымызды бірдей етіп 8 бөлікке бөліп аламыз. Қамыр бөліктерін осылай дөңгелетіп аламыз. Дайын болған қамыр бөліктерін осылай пищевой пакетпен жақсылап жауып қоямыз, кеуіп кетпес үшін, және шетінен алып жая береміз. Қамырымызды осылай үлкендеу етіп, шелпек тәрізді етіп жая бересіздер. Қалыңдығы тым жұқа емес, қалыңды емес, орташа болады. Ал ортасынан салмасына осындай шұжықпен ірімшікті қосамыз. Осылай арнайы кесіп аламыз. Мен үш тілімнен салдым, және де ортасына осылай ірімшікті қосып, дәл видеодағыдай етіп, осылай бүге бересіздер. Ең алдымен екі жағынан осылай жолақтарға кесіп аласыздар. Сонан соң кәдімгідей өрмей құсап, екі жағынан оңай осылай өріп шықсаңыздар болады. Немесе өздеріңізге ыңғайлы басқаша түрде бүксеңіздер де, ол өз қалауларыңыз. Менде барлығы осындай 8 дана көлемдер үлкен осындай тіске басар шықты. Болмаса тоқ бөлішке деп айтсақ та болады. Ортасында салмасына өздеріңіз көргендей шұжық пен ірімшікті қосып шықтық. Енді бетіне баған алып қалған жұмыртқаның сарыуызына кішкене ғана су немесе сүт қосып араластырып, осы бетіне жағып шығамыз. Әдемі қызыл түсті реңк береді. Және бетіне қалаған өзіңіз күнжіт немесе максиум қызып тұрған пешке беті қызарғанша әдемілеп пісіріп аламыз. Достар, міне біздің тіске басарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Өздері де өте тойымды. Біреуіне бір адам әжептәуір тойып қалады. Осындай тіске басар жасап, балаларыңызға берсеңіздер өте қуанады. Тіпті мектепке салып жүрсеңіздер де өте тойымды әрі дәмді болып шығады. Ішіндегі ірімшігі еріп, өте әдемі дәм береді. Достар, менің каналыма өтіп, басқа да түрлі рецепттерді көріп, сіздер де жасап көріңіздер. Мен әлі де алдағы уақытта рецепттермен толықтырамын. Сіздерге қандай рецепттер керек, соны да комментария жаза кетіңіздер. Және де менің рецепттерім бойынша жасап көргендеріңіз болса, өз ойларыңызбен бөлісіп кетсеңіздер болады. Достар, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасауға кеңес беремін. Менің балаларыма өте қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмді болып шығады. Менімен бірге соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.